Елімізде лимон арзандады. Өткен 2 айда бағасы рекордтық көрсеткішке жеткен өнімнің бағасы 3,6%-ға түскен. Халық коронавируспен күресте лимоннан келер пайданың аздығын енді түсінген секілді. Есесіне алмағын баттап кетті. Өткен мамыр айында ғана оның бағасы 9%-ға артқан. Онда да көбі импорт екен. Соған қарамастан ауыл шаруашылығы министрлігі батыл болжам жасап отыр. Олардың айтуынша Қазақстан 2024 жылға дейін алма импортынан толығымен бас тартады. Ал бабандардың мұңы мүлдем басқада. Олар қазір еккен өнімін күзде қалай және қайда сақтарын білмей, әзірден алаңдап отыр. Гүлжан Марқабаева толықтырады. Лимоннан миллион жетісайлық бағбан 10 сотық жылыжайда лимон егі бір жылда 5 миллион табыс тапты. Әрбір түп 40 келі өнім берген. Коронавирустық пандемияға байланысты лимонға деген сұраныс күрт артты, бірақ вируссыз-ақ лимоннан миллиондар табуға болады. Осыны білген бағбандар келер жылы егіс алқабын 50 соттыққа дейін жеткізбек. 2016 жылы отырғыздық, 2018 жылы өнім беріп бастады. Осы 2019-да 5 тонна жаңа өнімін алып, Ресей мемлекетіне апарып, сол жерде 800 теңгеден саттым. Тағы бір теплица қостым, 10 сөтік. Енді тағы да Құда қаласа бір 15 сөтік теплица тағы қосам деген ниет бар.